Сәлем инстаграмдағы достарым, қалайсыздар? Бүгін бізде Кореяда түнгі 3 болды, ал мен вообще ұйқым келіп жатқан жоқ. Соған внезапно ойламаған жерден ешқандай плансыз видео түсіріп жатырмын. Яғни не үшін видео түсіріп жатырмын десеңіздер, жаңағы инстаграмда комментарий деген өте көп, мен ешқайсысына жауап беріп жатқан жоқпын, өйткені менде реально физически дейма вообще уақытым жоқ болып жатыр. Көріп жатсыздар, өзім жұмыс істеп жатырмын, үйге келсем бала шағаларым маған сотка ұстатқызбайды дұрыстап деген сияқты. Сонымен осылай болып жатыр. Қазір енді барлығы ұйықтап жатқаннан кейін күйеуім қазір Яганда, түнгі жұмыста, соған осы комнатаны пайдаланып сіздерге видео түсіріп жатырмын. Алла жазса тағы да осындай видеолар көп болады. Голова говорит голова деген ба, сондай видеолар, потому что өте көп сұрақтар, сол сұрақтардың барлығына жауап кетейін осы YouTube каналымда. Сол үшін емес, қалай айтсам екен, мені қолдап, менің YouTube каналым дамысын деген адамдар болатын болса, осы YouTube каналға подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер екен. Жақсы комментарий болсын, жаман комментарий болсын, надеюсь, что жақсы комментариялар көп болады. Мен өзі рак болғаннан кейін, я чересчур анандай ранимая, лишний кішкентай сөз болса да жаныма қатты аламын. Енді ол үшін енді жаман айтты екен деп түңіліп кетпеймін, конечно, все равно көңіліме алам деген сияқты. Сол енді бұл YouTube каналда мен яғни өзімді таныстырып, қай жерден боламын, кәрістермен тұрған қалай екен, мен үшін қалай екен, потому что қарап тұрсам қаншама қазақ қыздар кәріске тұрмысқа шыққан, басқа да ұлттарға шыққан, әркімнің өмірі әртүрлі деген сияқты. Менде енді мүлде басқа, ешқандай қалай айтсам екен, Кореяға деген бір махаббатым ашылып, кореецтердің жігіттеріне ғашық болып, ондай еш нәрсе болған жоқ менде. Бір сөз салып, жаңағы комментарияда өте көп сұрақтар келді. Тойыңыз болмады ма, не, қалай көтердіңіз, не болды, қалай келдіңіз Кореяға деген бүкіл сондай сұрақтарға тақырып ретінде осылай голова говорит сияқты видеолар түсірмекшімін. Сол үшін егер де видеолар көп болғанын қаласаңыздар, менің барлығын түсіндіргенімді қаласаңыздар, маған осы YouTube каналға подписка жасап, комментарий жасап, лайк басып кетіңіздер. Ал мен тақырыпша ретінде өзімді таныстырып, кәрістермен қалай өмір сүрген қалай екен, тіл білмей қалай мен өмір сүрдім, баланы мен қалай босандым, қалай көтердім, Йонгының реакциясын, қазір 3 жылдан кейін уже арамыз қандай болып жатқан, ата-енемнің ара қатынасын барлығын сіздерге түсіндіріп айтып кетемін. Егер де барлығын айтқанымды қаласаңыздар, сіздер де мені поддержка жасап, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарияларыңызды аямаңыздар, барлығын жазыңыздар, чтобы менің ынтам ашылсын. Дальше барлығын айтып болғаннан кейін я уже буду стараться пайдалы контенттер түсіруге. Енді оның барлығы жай-жайлап болады деген ойдамын. Балдарым да қазір өсіп қалды. Бүгін өзім шыны керек бүкіл энергиям тасып тұр, вообще ұйқым келіп тұрған жоқ. Ұйқым мен үшін өте қымбат еді. Не үшін десеңіздер, білмеймін, мен кажется шөп жедім да, жаңа бір видео түсіргем сіздерге, соны салған жоқпын әлі. Сол шөпті жегеннен кейін бір энергия пайда болды да, вообще ұйқым келіп жатқан жоқ, представляете? Диета жайында, кәрістердің тамақтары жайында барлығын салам өзімнің YouTube каналымда кейін болашақта. Так что маған поддержка беріңіздер. Подпишитесь, лайк нажмите, комментарий напишите. Сол. Мен сіздерді жақсы көрем, жаңа оқырмандарым, бұрынғы оқырмандарым. Я всех вас люблю. Менің атым Әсел айтпақшы. Сол. Айтпақшы, шапочкамды тоже өзгерттім. Так что маған жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем.